Мамтан қасты күшті болыпты. Ас болсын, қызым. Андай сен бүгін қайда барасың? Ешқайда бап, онда маған сабақтарым бар, соларды орындайтын шығар. Жақсы. Қалғандар әлі ұйықтап жатыр ма? Ерасыл, Қамшат, Айша. Тұрыңдар, обед болды. Балалар, тұрыңдар, таңғы астан суып қалады қазір. Иә, қазір. Тұрыңдар ма? Қайырлы таң, мам, пап. Балалар, не ұйқы мынау? Мам, енді демалыс емес пе? Демалыс болса да сәл ертерек тұруларың қажет. Иә. Ертерек тұру керек. Ал сендер таңғы астарын шығыңдар, ас болсын. Сосын мен сендерге бір нәрсе айтамын, иә? Жақсы, пап. Мам. Пап, бізге не айтқыңыз келді? Келіңдер ма? Маңызды айт айтқыңыз келді ме бізге? Иә, қысқасы былай қыздар. Мен ертең шұғыл түрде Алматыға кетіп баратырмыз. Жұмыс бабымен. Жақсы болды ғой. Бір жолы Алматыны көріп келетін болдым. Мен алып кетейін деп жатырсыздар ма? Ерасыл балам, сен үйде баласың. Қайда қалмады саған? Енді пап, Алматыға барып демалып келмейміз бе? Менің айтқым келгені, біз анаң екеуміз барамыз. Көп емес, бір 3 күнге, 3 күнге барамыз. Біз сонда не істейміз? Сендер осы үйде қаласыңдар. Сонда өзіміз тұрамыз ба? О, ең басты сұрақ осы. Мен сендерді кіммен тастап кетем, соны ойланып жүрмін әлі. Біз өзіміз үйде қала берсекші, үлкен балаларымыз үйде тып-тыныш отырамыз ғой. Иә. Жоқ, олай тастап кете алмаймын сендер жалғыз үйде. Енді кіммен тұрамыз? Мен оны сендерге шамалыдан кейін айтам. Пока барып үй жине беріңдер, иә? Ой, жарайды, жүріңдер кет. Кім бар еді аса? Есіме түсті. Мара. Мен балаларға бәрін ескертіп айтып қойдым. Айтпақшы, Маратқа хабарласа деп қойырген. Марат? Иә, Марат енді біздің балалармен отыра тұрады. Ол ауылда емес па? Қазір хабарласып тұрмын. Алло. Алло, деймін. Алло, ассалаумалейкум, Марат, қалайсың? Кім екен бұл, алло? Алло, Марат, немен қосылсың? Мен ғой қаладағы Қайрат. Қайрат, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Мынау, бізде сет нашар істеді ғой, білесің ғой. Қалайсыздар? Жақсы. Не істеп жатсыздар? Айта беріңіз. Сол тыныштық қаптым. Марат, не ғой, мен Алматыға кетіп келе жатырмын жұмыспен, жеңгемен бірге. Соған 3 күнге келіп, мен балалармен отыра тұршы. Барамызда сол 3 күнге қайтамыз да братан сұрады. О, Қайреке, білесіз ғой, мен қалада жүре алмаймын ғой. Одан да балдарды үйге келіп тастасаңшы ауылға. Жоқ қыш, балалар ауылға бармайды. Білесің ғой, сабақтар бар. Өзің осында келсеңші. Болды, жарайды. Таксимен келем азанда ауылға. Адресін білесің ғой? Конечно, білем ғой. Давайте. Болды, давай, ертең кетемін. Аға, біз келдік. Келдік пеле? Иә, келдік. О, рахмет інім, аман бол. Аға? Жолдың ақшасын бермейсіз ба? Сен түрің таныс. Сен ауылда Бақытжан ағаның баласы емессің бе?
ой аға жарайды үнемі осылай жасайсыз. Сен әкең жақсы адам ба? Танимын ғой, еңбекқор. Жарайды. Все, давай, рахмет бірәшке. Жақсы. Әкеңе сәлем айт. Иә. Оба! О, қайреке. Марат, қалайсың, амансың ба? Қалай ағасы? Аман есен жеттің ба? Жақсы, аман есен жеттім. Бол, жүр үйге кірейік. Қош келдің. Ит жоқ па? Қайда ит? Квартира ма? Мә, ағасы, мынау сіздердің үйлеріңіз ба? Күшті ғой. Біздің ит не болды? Просто мен бұлай үйлер тек кинода ғана көргем да. Балалар қайдасыңдар? Марат ағаларың келді. Келдіңдер мұнда, Марат ағаларың келді. О, Ерасыл. Асыл Ерасылмысың, қалайсыңдар? Үлкен жігіт өсіп қаптың, баяғыда бұрын бағағы жүгіріп жүретін. Бұның ақбала мен. О, мына қыздарды танып жатырмын. Камшат, Жанел, Мейірім, Анель. Анау кішкентай қыз сіздердікі ма? Біздің қыз ғой, Айша ғой, Айша. Айша ма? Айшаны танымай қаптым. Қалғандарын танып тұрмын. Қалайсыңдар қыздар? Келдіңдер, кірейік. Шай ішіп. Отырайық, шай ішейік. Қарын ашып кетті, шай ішіп аға. Шай içесің бе? Ал, шайдан алып отырыңдар. Шыны керек, балаларды көріп, қуанып отырмын мәз болып. Иә, сен постоянно сұрап тұрады. Аға, сіздің есіміңіз кім? Қызым, ауылдағы Марат ағаң ғой? Ұмытып қалдың ба? Точно постоянно сұраймын мені. Пап, біз танымадық. Соны айтам, бұл ағаны бірінші рет көруіміз. Онда мен өзім таныстырайын, менің есім Марат болады. Әкелерімнің туған інісі боламын. Қазір ауылдан келіп отырмын сіздерге қонаққа. Иә, біліп алдыңдар. Қашан қайтасыз? Ой, қызым, алдын енді ғана келді ғой, олай бірден сұрақ қоюға бола ма? Ой, кешіріңіз. Өзім де білмеймін, қашан қайтатынды. Ал, сендер өздерің шай ішіп отыра беріңдер. Марат, қазір жеңген келеді, біз Алматыға дайындалайық. Заттарымызды жинап, сен пока осында шай ішіп отыра тұрыңдар, иә? Кім шай ішеді? Мен. Маған да білесіңіз. Маған да. Шай дейді, аты шерегесіңдер ғой әкелерің сияқты. Марат, жеңген келді. Қалай шеше, амансыз ба? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, әдемі болып кетіпсіз. Рахмет. Төрледі. Аха. Пакетпен неме алып келесің, повар қылып. Ол ауыр не ғой, ішінде картошка, сәбіз, анау, ауылда бақшадан өзіміз өсірген алып келген ғой, мына балдарға. Оның ішінде киім де жоқ мен киетін. Ауыр еледі, біздің балалар жемейді ғой ондайды. Неге? Дәрумен ғой, нағыз природный, табиғи. Ал, балалар, қыздар, мен осы жерге сендерді жинаған себебім, срочно Алматыға 3 күнге жұмыспен кетіп баратырмыз. Мамалармен бірге барамыз. Сендер Марат ағалармен бірге біз келгенше отыра тұрасыңдар. Марат ағаларын тыңдаңдар. Жақсы ма? Біз Марат ағамен қаламыз ба? Иә, Марат ағалармен осы Ал мен үйде алып 3 күн кетіңізші, қалғандары Марат ағамен қала берсін. Жоқ, не істейсің сен Алматыда? Үйде бол, осы Марат ағамен бірге боласың. Біз Марат ағаны танымаймыз ғой. Сол ғой, оның үстіне ауылдан келген. Марат ағасы көзімізді көрсетіп аламыз. Біз кішкентай бала емеспіз ғой. Онда мен кете берейін де алға. Жоқ, қыздар. Олай айтпаңдар, олай айтуға болмайды. Әдейілеп Марат ағаны ауылдан шақырып алдық. Біз жұмысқа барамыз, сендер Марат ағалармен бірге отыра тұрасыңдар. Жарайды, отырайық, 3 күн ғой. 3 күн, сендер 3 күннен ұзамайтын шығарсыздар, Иә, көп болса 3 күн. 3 күннің ішінде келеміз жұмыстарымызды бітіріп. Мейірім, тұр! Қыздар, түсіңдер, әке мен анам үйде жоқ. Туй, Айша, не болды танытпай? Не болды айғайлап? Мен дұрыс қой, олар Алматыға кеткен жоқ па?
Не болды, адам мазасын алып біттің ғой. Ерасыл үйде жоқ. Жүрген шығар, ол қайда барады деп ойлайсың? Мүмкін ол мама папамен Алматыға кетіп қалған шығар. Ерасыл! Мартаға рахмет сізге бутерброд күшті жасайсың ғой? Иә, ұнады ма? Иә. Мынанша ғана колбаса қалыпты, содан жасап беріп отқан ма саған? Ас болсын. Ерасыл! Қыздар, не болды таң атпай? Тыныштық па? Осында екенсің ғой, Ерасыл. Осында болмасам қайда боламын мен енді? Біз сен Алматыға кетіп қалды деп ойлаппыз. Иә, сен әкемізбен бірге Алматыға кеткің келіп еді ғой. Айтпақшы, май папа қайда? Сендер бағана ұйықтап жатқан кезде мамаңның папаларыңды Алматыға шарп салдық біз Ерасыл екеуміз. Иә, олар таңға 6-да үйден шығып кетті. Мен Алматыға бармадым. Осында болам деп шештім. Не алып тұрсыңдар, сен отырсаңдаршы келіңдер. Мен сендерге бутерброд жасап берейін. Келіңдер, отырыңдар. Есіңдер ма, бутерброд? Өшедім мен. Ұнады ма саған? Иә, бутерброд күшті жасайсыз. Қолыңдағы әшейін нар мен колбаса емес пе? Білмеймін, арадағы наны дәмді қылып істеді ғой. Ұнады ма? Иә, өте. Же одан аса. Сендерге де жасайын ба? Иә, маған істеп беріңізші. Айша, сен де қызықсың. Таң атпай бар болғанмын. Енді өзім де шошып кеттім ғой. Бірақ мен де шошып кеттім, Ерасыл бізді тастап кетті ме деп. Сол ғой, Марат ағаның келгені қалай аласыңдар? Дұрыс болды ма? Менің ойымша дұрыс емес. Не үшін? Өйткені біз Айша айтқандай кішкентай бала емеспіз ғой, біреу бізге қарап қалатындай. Негізі өзіміз қалбергеніміз дұрыс еді ғой. Бірақ бір жақсысы күнде Марат ағаға таңғасы дайындап отырады. Ол саған дайындамайды ма таңғасы? Сен дайындап жүргенде айттың ғой. Соны айтамын. Ерасыл. 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 Ойбай, шошып кеттім ғой. Ес қалып кірмес пе? Сен наушникпен отырсың ғой, қаққанның не пайдасы бар оның? Не істеп отырсың? Ойнап жатырмын. Не бұл? Плойка. Білесіз бе? Жоқ, не ойын мынау? Ол Mortal Kombat. Берші, мен де ойнап көрейінші. Ойнамайсыз ғой. Көрейінші ойнап, үйренеміз ғой. Мынау мен ұрып өлтіріп тастады ғой, не төбелеп. Көрсем де. Міне қараңыз, осылай ойнау керек. Білмейсіз ғой? Ұр да, ұр, аямашы, осы ғой мен тепкілеп тастаған. Иә. Теп, бетінен теп. Міне. Жеңдім. Жеңдің ба? Иә. Молодец екенсің ғой сен, Иә. Айтпақшы, Марат аға қайда? Білмедім. Үйде жүрген шығар. Ерасылдың бөлмесіне шығар. Ол жерде не істейді ол кісі? Білмеймін. Ерасыл ана жақта компьютер ойнап жатқан. Жүріңдер барып көрейікші. Кеттік. Я осылай. Осылай ма? Қалай, әдем тиіп отырмын ба? Иә. Ауылда осы төбелесе дейін ғой, білесің ба? Сондай ма не? Әкеңмен сұрасың бе сен? Сұрайсыз. Осылай. Ой, мынау мен ұрып тастадым, өлтір жаным. Өлтірдім. Аяма, ұршы. Марат аға, Ау, сіз мұнда не істеп отырсыз? ойнап отырмыз. Сіз не ойнына білесіз ба? Енді Ерасыл үйретіп отыр. Бізбен бірге жүріңізші. Қайда? Көрсетеміз сізге. Давай, газ келеме, Ерасыл. Не істейміз? Жүріңізші. Көресіз. Аха. Марат аға. Қазір. Көресіз. Неге кетіп кетсің маған? Жабыл, бұлай көрсін мен, Сіз TikTok деген екен білесіз ба? Тик-ток? Жоқ, не ол? Жарайды, ол маңызды емес. Қазір біз сізбен бірге билеп, TikTokқа видео саламыз. Би деген менен қалған ғой қыздар. Қазір біз сізге көрсеңіз былай бересіз. Way, na 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 way, na 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 na. Ондай билема мынандай жоқ па? Өзіміздің Ойнай бересіз ба? Рахмет аға, бара бересіз, ойнай бересіз. ойнай берейін ба? Сен де ойнай бер дұрыс. Қысында сөзсіздікші. Way, na 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 way, na 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 na
холодильникте дым қалмаған ғой. Неге? Дым қалмапты ғой? Иә. Басқа холодильник бар ма тағы үйде? Жоқ, ештеңе жоқ. Осы ғана ма? Иә. Әкешің продуктың бәрі өзімен бірге алып кеткен ба не? Наверное. Қарның ашты ма? Өте қатты. Жүр, магазинге барып қайтайық. Ақша бар ма? Ой, ақша жетеді, уайымдамаса. Жүр. Алдың ба өзің заттарың керек заттарың ба? Иә. Сәлеметсіз. Осы? Та не керек болды дейсің? Ей, керек заттарын алдың ба сен? Иә. Есептеп жүрші. Не болды? Ұнатып қалдың ба не? Жоқ. Просто ойланып қалдым. Қара. Сен ұнатып қалдың ба? Айтсайшы шынымен, не? Марат аға қойыңызшы. Адамдай алпайды. Сізде 10 мың теңге. 10 мың теңге ма? 10 мың теңге. Так, 10 мың теңге. Ақшам қайда менің ма? Ақшам? Қайда кетті? Ана, үйден шыққанда ақшам бар еді қалтамда. Түсіп қалды ма не бір жерге? Сен бүйтші, Ерасыл. Мына заттарды салып үйге бара берші қазір мен. Қазір сала бер қазір. Алып бара бер. Пакет тұр ма? Алып бара бер. Сен ұнатып қаласың ба? Қарызға жазып қоя салып өтініші. Аға, қайдағы қарыз бұл? Ауыл емес қала ғой? Енді бір жол отырып жазып қойшы, мына жерде Қайрат деген таныс па, соның інісі болам ғой. Әкеп берем қазір кешке. Өтініш. Спортивканы алдырып кетем. Жарайды, жақсы. Қаушы, кешкісің. Әкеп бересің? Болды. Әкеп берем ғой. Ақшасын төледіңіз бе? Айналайын, конечно төлем. Сенің уайымдап болдың ғой көре. Уайымдамаса? Айттыңыз ғой, ақша жоқ. Ана сатушы жақсы жігіт болып түсінді бәрін. Төлейміз ғой, ағаң уайымдамасайшы. Төлегені болса төлегені. Иә. Сен не болды уайымдап? Ұнатып қалдың ба деймін ана қызды? Қыздар, не істеп отырсыңдар? Қайда болдыңыздар? Біз Ерасыл екеуміз дүкенге барып кеттік, продуктіге. Біз үйде тамақ жоқ деп тапсырыс беріп қойдық. Иә, үйге суши пицца әкеліп берді. Адамдар қашан бері үйге тапсырыс береді ме ол кез тамақты? Марат аға қойыңызшы. Күшті емес пе? Ода тұрған несі бар? Несі бар дегенде енді өзің тамақ істеп жегіңе не жетсін? Нағыз домашний продукт екен. Қазір мен сендерге палау жасап беремін, күріш алдым. Марат аға, мен плов жемеймін, мен суши пицца жеймін. Сендер мен палауым жеңдерші бірінші. Суши пицца бәрін ұмытасыңдар. Қазір тоқтаңдар, жүр. Фотоға түсіп жүр. Жалғастыра берейік. Иә, бар, ашып қойыңдаршы. Иә, қазір. Не үшін фотоға түсіп? Міне барған бүйтіп қатарлап қойыңдаршы. Марат аға, плов өте дәмді шығыпты. Бұндай пловты өмірімде бірінші рет жеп көруім ғой. Айттым ғой мен сендерге, менің палауым жесеңдер таласыңдар деді. Расында күріш өте дәмді болып шығыпты. Ас болсын, аса болса. Марат аға, тағы дүкенге барып күріш сатып алайықшы. Сен сол магазинге тағы барың кеп тұр ба, Жоға, жай, күріштер жақсы ғой. Короче, қыздар, бірдеңе дейін ба? Ерасылға бір қыз ұнап қалды. Рас па? Сүйіктіңіздің есімі кім екен? Тезірек айтшы, атын Ерасыл. Ешқандай қызды мен жақсы көрмеймін, келіңдершіңдер. Мынау қайда кетті, Ерасыл? Тамағың жесесі, Ерасыл. Ерасыл.
Ерасыл, мында отыр екенсің ғой сен. Неге тамағын жемейсің? Жүр. Не керек сендерге? Ерасыл, кешірші бізді. Я кешірші. Бізде үстінен көп күліп кеткен сияқтымыз. Ерасыл, егер сен сол қызбен жақынырақ танысып дос болғың келсе, біз саған көмектесе аламыз. Я, айтпақшы, Марат аға сен үшін ол қыздың есімін де біліп келіпті ғой. Өтірік айтпаңдаршы. Шын айтамыз. Марат аға, дүкендегі қыздың есімі кім еді? Я, Ерасыл, мен сен үшін ерінбей астына түсіп, есімін біліп келдім осыны. Кім екен аты? Аты Адема. Мәссаған, қандай керемет есім. Ерасыл, егер де сен ол қызбен жақынырақ танысың келсе, сен ұялмай айта бер. Осында отырғанда сенің әпкелерің, қарындастарың барлығы жабылып көмектесеміз. Сонда сен мақсатыңа жетесің. Я, көмектесеміз. Конечно. Я, сөздерінің жаны бар. Мен даже білмеймін қалай сөйлесу керек қызбен. Әрине, егер сен қаласаң, біз бәріне дайынбыз. Сен қорықпа, бәрі көмектесеміз саған. Солай ба қыздар, Я, көмектесеміз ғой. Әрине. Былай қыздар, Ерасылды үстіне әдемі қазақша шапанды киіндіріп жіберейік, ана қыз сынып қалсын, солай. Қойғышы Марат аға, шапан деген модный емес қой қазір. Я, оның деген мен дүкеншінің қызы, о дегенім оның ақшасы көп. Сен онда өмірің аяқты білесің, жарайды. Шапан енді старомодный десеңдер, онда ол шапан қашан киеміз онда? Енді қолданбаймыз ау Марат аға. Қысқасы, шапан емес, жақсы бір киім таңдап, киіндіріп, оны дүкенге жіберу керек. Я, дұрыс. Енді ол дүкенге барғанда ол қызға не деп сөйлейді? Ой, жаңа уайымдамасаңдар, ағаларың тұрғанда. Ол қызбен қалай сөйлесетінен өзім бәрін үйретемін маған. Жарайды, сіз танысуды шебер сияқтысыз. Ой, конечно, мен танысқан деген кезде ой, айтпақ. Все, онда қазір оған кетеміз. Сәлем. Сәлем, я айта бер. Жоқ, жай. Әңгімелесейін деп айтпақшы, сен мен кешкісін дискотека барып білмедік пе? Не деп тұрсың сен? Мына сөздерді Марат аға үйретіп жүрген ба? Солай сияқты. Енді әдемі бізді ауылдан келген деп ойлап қалатын болды ғой. Ешкім олай ойламайды, жүріндеп кетті. Ерасыл, келіңдер ма? Айтта, қалай болды? Ана қыз сынған шығар, Марат аға, мен керісінше қыздың алдына позор болдым. Ой. Марат аға, Ерасылға не үйретіп жүргенсіз? Солай, анау қыз барлығымыз ауылдан келген деп ойлап қалды. Адамы өзі қалада өскен қыз ғой. Мен ондай таныстықпен талай қыздарды түсіндіріп жүрмін ауылда. Қалай болды ол? Жарайды, кетейік, маған бір мүмкіншілік беріңдер, ендігі танысуымыз жақсы болады. Енді Ерасылға не үйретейін деп жатсыз? Жаңа таныстық үйретемін қазір, обновленный бір. Өзі ауылдағы таныстығымыз емес па? Жо. Енді шаймаймыз. Болды. Кеттік, жақсылап дайындалайық, басқаша болады қазір. Жүр, бітеміз. Қазір барамыз да, шашыңа гел жағамыз, гел. Аяғыңа гел. Гел емес, гел. Қалай? Гел. Гел емес па? Гел. Сәлем. Сәлем, тағы да сен бе? Өткен жолы сәл дұрыс айтпадым. Кешірші мені. Мен ауылдан емеспін. Жарайды, кешірдім. Сенің атың кім? Менің ісім Адема, сені кіші. Ерасыл, әдемі. Айтпақшы. Я, айта бер. Қыздар, қараңдаршы, барлығы ойдағыдай кетіп жатқан секілді. Адема, кәдімгідей сынып тұрған сияқты. Ерасыл осы кезде қоқ етпесе болды.
қумайтын шығар. Той қыздар, ары қарай не боларын көрейікші. Менің айтқым келгені, әдемі сен өте әдемі қызсың. Үйде отырып, қымыз ішіп, өсек соқпадық па? Сенің есің дұрыс па? Не тұрсың сен? Маған таныстықтар не бәле? Слишком ескі емес пе? Түрінен көрініп тұр ғой. Тым жақсы деп келе жатқан кезде, енді финишқа келген кезде Марат ағаның тексті бұзып тұрды, иә? Соны айтам. Қой, жүріңдер, қайтайық. Айтайық Марат ағаға, бар. Бісміллә, не болды? Мен тағы да рет қыздың алдында позор шықтым. Ой, сен позор бола береді дегенсің да? Не болды саған? Марат аға, енді сіз әдемілеп текст жазып бермейсіз бе? Сол ғой, не анау қызға қымыз ішейік деген? Енді ауылда біз солай танысатын едік, қымыз ішейік, ау деп. Бізде ол анау сендердің тілдеріңде, молодеждің тілмен айтқанда сондай ғана, қалай анау? Вай. О, біздің ауыл вайб сондай, қымыз. Марат аға, бұл қала ауыл емес қой? Сол ғой, Ерасыл қыздың алдында екінші рет позоры болды. Енді әдемі Ерасылмен точно таныспайды. Енді, білмеймін мен. Қалай енді? Менің ауылдың стилі бәрі осындай танысын. Білмеймін мен, қалалы. Городской жасаймаймын енді. Жарайды енді, қыздармен бірге бір жоспар құрып, Ерасылды ең соңғы рет дүкенге жіберейік. Сөйтіңдер енді, өздерің бірдеңе істеңдерші, ә? Шымы? Аха, Ерасыл, мен саған өзім көмектесем. Все, кеттік онда. Кеттік онда. Ерасыл, қысқасы былай. Сен басында әдемімен жақсы сөйлесе бастадың. Бірақ соңында қуып кеттің. Енді сен әдемі барынша сыпайы болуың керек. Я, сосын киіміңді ауыстырайықшы, бір киіммен екі кездесуге барып келдің уже. Екі шашыңды дұрыстау керек. Я, сосын қолыңа гүл алып алшы. Қазіргі қыздар гүлді қатты жақсы көреді ғой. Сосын сен өзінің джентльмен екеніңді көрсетуің керек. Қыздар, күнер, мен мынаның бәрін бірден түсіне алмаймын. Ерасыл, үйренуің керек. Сен үйренбесең қалай сөйлеспекшісің? Сол ғой, қазіргі қыздар вниманияны көп талап етеді. Қысқасы, заманауи болып жүрші. Заманға емес, адамға сай болуымыз керек сияқты ғой. Адамға сай боласың ба, заманға сай боласың ба, өзің білесің. Бастысы внимание. Иә, әдемі гүл ал. Осы әкем мен анам танысатын кезінде осылай танысты ма екен? Қайдағы анау Марат аға сияқты танысқанға қымыз ішіп өсеген. Жоқ, ойламаймын. Қысқасы, ол маңызды емес. Ерасыл барлығы түсінікті ғой, ә? Иә, түсінікті. Жақсы, ендеше кеттік. Басты қазір асықпай, саспай сөйлейді ма? Иә, түсінікті. Ана тұрған әдемі емес па? Иә, Дәл өзі. иә. Енді жоспар өзгерді. Ерасыл, енді жанына барды жақында. Ерасыл, сәттілік, біз саған сенеміз. Сәттілік. Давай. Сәлем, әдемі. Сен де менің артымнан қалмайсың. Мен сенен кешірім сұрағым келеді. Міне, мынау гүл шоқынан саған. Мен саған шынымен маған ба? Иә, ұнады ма? Иә, өте әдемі гүлдер. Саған ұнағына қуаныштымын. Әдемі, екеуміз жақсы дос болайық. Ерасыл, сен де менен кешірші. Мен де сенімен дос болғым келеді. Келістік, екеуміз жақын дос болайық. Келістік. Yes! Жоспарымыз іске асты. Қатты қуанып тұрмын. Я, бұл оңай болған жоқ. Қараңдаршы, арада қарым-қатынасты бір тал гүл шешіп тастады ғой. Иә, кейде бір ашудың өзі бір тал ғана гүл шешеді екен ғой. Я. Біз келдік, жеткелер.
ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қалайсыңдар олар? Жақсы жеттік, бәрі жақсы, күшті барып келдік. Айша, тиктокты қалай үйреттіңдер ағаларыңа? Ол тикток не екенін білмейтін еді ғой. Әкешім, Марат аға биді қатырады екен. Тойларда үнемі призға мен шығатын едім деді ғой. Кішкентай кезінде күшті билейтін тоже. Марат ағайларың келді. Аға, жеңге қалайсыздар? Келдіңіздер ме не? Аман. Қалайсыздар жеңге? Жақсы барып қайттыңыздар ма? Сол сіздер келеді де мені дүкеннен азық түлік алғам ғой қазір сол дастарханға. Әуре болдым ғой. Жоқ, әуре болған жоқ. Ана, мен тастап кеткен ақша жетті ме? Жетті, иә, мына соңғысы ғой. Соңғысы. Онда сіздер келсеңіздер жақсы болыпты онда. Бір жағынан енді қимастық бар. 3 күннің ішінде бауыр басып қалдым мен мына кішкентайларға. Мынау 3 күннің ішінде талай затты үйретті маған бұлар. Тикток түсіріп үйретті, билеп. Ерасыл мен Mortal Kombat ойнап, қаланың біраз өмірін үйреттің енді. Мен ауылдікімін ғой, ауылға жақын адам. Такси шақырып қойдым, ондай болса мен жүрейін. Бізбен отырып шай ішпедің бе, біз енді ғана келдік қой. Жоқ, енді ағасы, ренжімеңіздер енді. Мен ауылға үйреніп қалған адаммын ғой. Ауылға жақын адаммын. Өз үйім, өлең төсегім дегендей. Өз үйім өзіме ыстық. Жарайды, рахмет сізге. Бұл жасыңызды ұмытпаймыз. Оқасы жоқ, звондап тұрыңыздар. Иә, қимаймын әрине. Сол, үйдегіде де іздеп жатыр. Үйдің жұмысы да күтіп тұр, ана қара жұмыстар, білесіз тұр, мал күтіп тұр. Ал, аман болыңдар, қыздар болыңдар. Давайте. Давай, жақсы болыңдар, көріскенше, сау болыңдар. Папа-мамаларын тыңдап жүріңдер. Ақылды бала болыңдар, давайте. Кел, давай, Ерасыл. Айналайын. Аман бол. Ерасыл, бәрі басып қалды ғой. Иә, бәрі зор басып қалды. Үйге ауылға келіп тұрыңыздар. Сау болыңыздар. Сау, келеміз. Болды, сау болыңыздар, көріскенше. Заттарын алып берейін. Такси күтіп тұр. Ауылға келіп тұрың бе? Жақсы жол болсын. Кимейді ағай. Жаңа киімдерім, ескі киімдерім жіберіңдер ауылға, мен келмеймін. Жарайды, жақсы. Көңілім босап кетті ғой. Иә, Марат аға шақ күнге келсе де ол кісіге қатты бауыр басып қалдық. Ол кісі ауылдан келсе де көңілі сондай кең, өте қарапайым. Ол кісінің келгені жақсы болып еді. Бізге көп нәрселерді үйретті. Әкешім, біздің үйге тағы да Марат аға келеді ме? Біз ол кісіге қатты бауыр басып қалдық. Иә, қаласандар келеді. Немесе біз ауылға барсақ болады. Иә, барайық. Айтпақшы, ауылға барсақ жақсы болар еді. Балалар әлі ауылға барып көрген жоқ. Иә, баруға болады. Мен Маратпен хабарласып көрейін, иә? Маған біреу хабарласып жатыр. Иә, алло. Алло, сәлеметсіз бе? Сіздің есіміңіз Қайрат па? Иә, Қайрат, не болып қалды, тыныштық па? Сіздің ініңіздің есімі Марат, иә? Иә, Марат. Айналайын, не болып қалды, тыныштық па? Адам шошытпай айтыңдаршы тезде, Маратқа бірдеңе болып қалды ма? Иә, сіздің ініңіз Марат дүкеннен сіздің атыңызға 50 000 теңгеге сауда жасаған. Сол үшін сізге хабарласып тұрмыз. Ақшаны қашан төлеп кетесіз? Қарыз дейсің, ба? Марат!